Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 33-ші сабақ қысқы кеш тақырыбын өтетін боламыз. Бізге берілген бірінші тапсырма мәтінді бөліктерге бөліп оқып, ат қой, қысқы кеш. Ішін тарта, сұрлана боран соғып тұр. Кейбір үйдің терезесінен, кей үйдің маңдайшасынан жылтырап көрінген электр шамы болмаса, ауыл ақ қар жамылып, түн құшағына бұғып мүлгіп қапты. Түтеген бораннан қыбырлаған жан қарайған бұта көрінбейді. Жалғыз ақ ысқырынған желден үркіп, жаяу борасын үйден үй, төмпешіктен төмпешік қылып, жыландай сумаң қағып, дамылсыз аралап жүр. Кейде ол қақпаға үйіріле соғып, сәл толастап кідіреді. Кейде құтырынып, ақ шаңын көкке будақтатып, екінші тұстан бұрқ етеді де, күшейген желден бел алып, қайтадан сумаңдай әр үйдің әйнегін тырс-тырс қағады. Осындай көңілсіз деген түннің өзінде сырттай мүлгіген ауыл іштей қазанша қайнайды. Сіз терезесінен жарық жылтыраған әр үйден алуан кәсіппен шұғылданған әрқилы адамды көресіз. Солардың бәріне батыс жақ шеттегі электр станциясы қуат жеткізіп, денедегі барлық мүшелерге бірдей мүлтіксіз қан құйған күшті жүректей моторы тынымсыз соғады. Мәтіннің авторы Мұқан Иманжанов. Екінші тапсырма. Қысқы кеш өлеңінің алғашқы 2 шумағын қайталап оқы. Осы жолдардағы көркем ойға сәйкес келетін қара сөзді мәтін бөлігін тап. Қысқы кеш. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай, кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Төбесінен үйдің тозған, сылдырайды сабаны, жолаушыдай кешеу қалған, терезені қағады. Балалар, бұл өлең жолдары қысқы кеш мәтініндегі бірінші бөліміне сәйкес келеді. Өйткені осы мәтіндегі бірінші бөлімде өлеңдегі боранның іс-әрекеті, қимылы жазылған. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Мұқан Иманжанов, балалар жазушысы. 1916 жылы дүниеге келіп, 1958 жылы дүниеден озған. Қарағанды облысы Жезді ауданында туған. Балаларға арналған алғашқы айлар повесі мен шаңғышылар деген әңгімелер жинағы бар. Төртінші тапсырма. Қысқы кеш деген бір атаумен берілген 2 шығарманы салыстыр. Қай шығарма бұрынырақ жазылған? Оны неден аңғардың? Балалар, бұл 2 шығарманы салыстыратын болсақ, Пушкин өлең түрінде жазған, ал Иманжанов мәтін түрінде жазған. Пушкин бұрын жазған, оны біз сылдыраған сабан, тозған лашық деген өлең жолдарынан аңғардық. Ал Иманжанов болса кейін жазған, себебі мәтінде электр шамы, қуат жеткізген электростанция деген сөздер кездеседі. Ал айырмашылығы, балалар, Пушкин бұрын жазған болса, Иманжанов бұл мәтінді кейін жазған. Ал екеуіне ортақ тақырып ол қысқы кеш. Яғни өлеңнің де тақырыбы қысқы кеш, мәтіннің де тақырыбы қысқы кеш. Мәтіндерде қысқы боран адам кейпінде суреттелген. Осындай табиғат құбылыстарын адам кейпіне келтіріп суреттеуді кейіптеу деп атайды. 5-ші тапсырма. Мәтіндерге сүйеніп, боранға қатысты кейіптеулерді тауып жаз. Кейіпкер боран кейіптеусіз аралап жүр, үйдің әйнегін қағады, баладай жылайды деген сөздер. 6-шы тапсырма. Сызбада берілген шығармаларды салыстыр. Мәтіндер. Александр Сергеевич Пушкин қысқы кеш, мәтін түрі сипаттау. Иманжанов қысқы кеш, мәтін түрі әңгімелеу. Тақырыбы. Пушкиннің қысқы кеш деген шығармасы кешкі боран туралы жазылған. Ал Иманжановтың қысқы кеш шығармасы кешкі ауыл көрінісін сипаттайды. Авторлардың көңіл күйі. Қысқы кеш өлеңінде автордың көңіл күйі мұңды, ал қысқы кеш Иманжановтың шығармасында көңілсіз кеш. Ұқсастығы. Балалар, бұл 2 шығарманың ұқсастығы 2 шығармада да қыс мезгіліндегі табиғат құбылысы туралы айтылған. Ал енді бұл 2 шығарманың айырмашылығын табатын болсақ, Пушкиннің қысқы кеш шығармасы өлең түрінде берілген, ал Иманжановтың қысқы кеш шығармасы қара сөз түрінде берілген. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.